сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 5 Ақсұңқар ересек тобының тәрбиешісі Жылқыбаева Ақкенже боламын. Суамын. Мен Әділет қызы Айсамын. Ал мен Рамазанов Абдулламын. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің тәжірибеміздің тақырыбы лава шамдары. Ол үшін бізге не керек? Ең алдымен ыдыс керек, су керек, сұйық май, көпіргіш таблеткалары және түрлі түсті бояғыштар қажет екен. Балалар, тәжірибе барысында қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтауымыз керек, жарай ма? Иә. Осы заттар арқылы біз лава шамдарын жасайтын боламыз. Бірге жасаймыз ба, балалар? Иә. Ең алдымен біз суды алатын боламыз. Судың түсі қандай? Иә. Және Иіссіз. дұрыс айтасың, иіссіз. Ендеше біз суды ыдыстарға құямыз. Қазір біз осы суға түрлі түсті бояғыштарды қосамыз. Қасықтарымызды алып, бояғыштарды салып, араластырамыз. Суымыздың түсі қандай болды? Нұрислам айта қойшы. Иә. Айша, сенің суың түсі қандай? Иә. Абдулла? Жарайсыңдар. Ал енді мен осы судың үстіне сұйық май құятын боламын. Қараңдаршы, балалар. Не байқадыңдар? Астында сұйық май үстінде. Иә, дұрыс айтасыңдар. Себебі бұл тығыздыққа байланысты. Ал енді қызық сәт келді. Біз қалай лава шамдарын жасаймыз? Ол үшін бізге осы көпіргіш таблеткалар керек. Сұйықтығымызға бір таблеткадан саламыз. Міне, не байқадыңыздар, балалар? Су біртіндеп көтеріліп, әдемі болып жатыр. Осындай керемет құбылыс ненің әсерінен болды деп ойлайсыздар, балалар? Су астына Иә, дұрыс айтасың. Себебі ол тығыздыққа байланысты екен. Оның себебі майдың тығыздығы судан аз. Оған біз көпіргіш таблеткаларды салған кезде оның бойына көмір қышқылдарды бөліне бастады. Көрдіңіздер ме, балалар? Иә. Өте жақсы. Бүгін біз сіздермен керемет тәжірибе жасадық. Бүгінгі тәжірибе ұнады ма сіздерге? Иә. Жарайсыздар. Осымен бүгінгі тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.